Бастайсың ғой басында. Армысыздар, құрметті оқушылар мен қонақтар. 21 ғасыр көшбасшысы интеллектуалды ойынына қош келдіңіздер. Сценарийді қолына алып ал, мына бір слайд тұра берсін. Бүгінгі сайысқа 4-ші сынып оқушыларынан 3 топ қатысады. Ендеше топтарды қол соғып қошеметтеп, ортаға шақырайық деп, жаңағы музыкаңды бәрін дайындап қой. 4-ші А сынып оқушыларын ортаға шақырамыз дегенде музыка кетсін. Сынып жетекшісі, мысалы, Қапарова Жанар Төреқызы. Ал енді 4-ші Ә сыныбын оқушыларын ортаға шақырамыз. Сынып жетекшісі Дауылбаева Мақпал Шеңгелбаевна деп сөйтіп шақырасың басында да. Содан кейін құрметті қонақтар, оқушылар, ең алдымен бүгінгі ойынға төрелік етіп, әділ бағасын беріп отыратын әділ қазы алқасы мүшелерімен таныстырып өтейін деп, осы жерде әділ қазылармен таныстырып өтесің. Содан кейін, ал олай болса, бүгінгі сайыстың кезеңдерімен таныстырып өтейін. Бірінші кезең бәйге, екінші кезең тіл өнер, үшінші кезең ғажайып алаң, төртінші кезең қиял әлемінде, бесінші кезең жорға деп аталады. Қарап тұрмай бәйгеге еріңіз, шәкірттерге әділ шешім беріңіз. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шығарар, бәйгелерді көріңіз. Бәйгеде қазақ тілі, математика және әдебиеттік оқу пәндері бойынша сұрақтар берілген. Одан Хамза даусын басшы. Оған бірінші болып таяқшаны көтерген топ жауап береді. Егер де жауап дұрыс болмаса, келесі топ жауап бере алады. Әр дұрыс жауапқа 10 ұпайдан есептеледі. Ендеше бәйге кезеңін бастаймыз. Ал олай болса, кезеңдермен бірінші кезеңнің сұрақтарына кезек берейік. Енді мышкіменен, сары бар ғой ортада тұрған, мышкімен бір рет бассаң, сұрақ шығады. Бұл кезеңге 10 ұпай беріледі. 10 деп тұр ғой, 10 ұпай беріледі. Әр дұрыс жауапқа 10 ұпай беріледі деген ғой. Енді қара, сұрақты оқисың. Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Оның көз алдында бет ұшында қарашықтай меңі бар, талдырмаш қара торы қыз елестеді. Хамза даусын басшы, запись басып жатыр мен. Стопты баса тұр, анеқа бар, шай ішесің ба, бірдеңе қылшы. Бірінші топ қол көтерді да, сосын жауап береді. Мысалы, әңгімелеу мәтіні десе, олардікі дұрыс емес қой. Мына X басасың. Дұрыс емес. Екінші топ жауап берсе, дұрыс жауап берсе, мысалы, сипаттау мәтіні. Енді мына екеуін копировать етіп, үшінші топтың қасына салайын десем, сыймайды. Сосын деген, үшінші топта жауап берсе, осылардан баса бер, енді қайтесің. Үшінші топ дұрыс емес жауап берсе, мынаны басып, дұрыс жауап берсе, мынаны басып. Бір рет бассаң, мына мышканы, сонда мына жауап шығады. Түсіндің ғой? Келесі сұрақ. Өші мышкымен мына сары заттың үстін басасың. Қоймаға 90 килограмм сәбіз түсірілді. Оның 58 килограмм қапқа салды да, қалған 8 килограммнан жәшіктерге бөліп салды. Неше жәшік қажет? Алдын ала алдарына А4 қағаздар жазатын бірнелер беріп қоясың ғой. Сосын барып бір топ бас. Мысалы, үшінші топ басты да, дұрыс болса мынаны саған тек дауыс шықса болды ғой, мынау. Просто мына жерге сыймайды да. Ана екі топқа арналып жасалған ғой мынау. Ал жауабын тексерейік дейсің да, анағы, егер дұрыс жауап болса, бір рет бассаң бар ғой, тағы бетіне жауап шығады. 4 жәшік қажет. Осылайша барлық сұрақтарды ашып шығасың. 9 сұрақ бар шығар. Жақсылап өзің біліп ал, есептердің жауабын, сұрақтардың жауабын. Мына 4-ші сыныптікі. 4-ші сыныптікі үшін. Сұрағын ашпай-ақ қойын деген. Енді екінші кезеңге келдік. Екінші кезең. Сосын айтпақшы, бірінші кезең бітті ғой. Бірінші кезең біткеннен кейін сен айтасың. Ал олай болса, топтарды қорытындылап жіберейік. Сонымен, мана көмекші қыздарың жоқ, жас мамандар. Бірінші топта 50 ұпай, екінші топта 40 ұпай, үшінші топта, мысалы, 60 ұпай жинады дейсің да, мысалы да. Сосын тақтаға, кәдімгі, сенің көрнекіліктерің бар ғой, А4 шығарып жүрген да маған, андай ламинатталып тұрған тақтаға, сондайдың үшеуін тапта жапсырып қой. Сосын маркерің бар ғой, жазып кетіретін. Соған бірінші топ, екінші топ, үшінші топ деп әдемілеп жазып қой да, сосын сол тақтаға ұпайларын жазып тұрсын. Мысалы, бірінші кезеңде бірінші топ 40 ұпай ма? 40 деп жазып қояды. Бірінші топ 40 ұпай. Топтың атын жазсаң болады. Бірінші топ деген жерге 4-ші А 40 ұпай. 4-ші Ә, екінші топ 4-ші Ә, мысалы 20 ұпай. Сөйтіп та, сосын келесі ұпайда, келесі топта, келесі сайыста тағы ұпай алады ғой, сол санын қосып отырады ғой, оңай болады сонда, нәтиже шығаруға оңай болады да. Әділ қазылардан бағасын сұраймыз деп, сонымен қай топ қанша алды деп сөйтіп сұрайсың ғой, түсіндің ба? Сосын олар айтады ғой, бірінші топ бәленше ұпай, екінші топ түгенше ұпай, үшінші топ бірдеңе ұпай дейді ғой, соны жаза қоясың ғой ана жерге.
Ал олай болса, алда 4-ші А сыныбы келе жатыр. Қошеметтеп қояйық. Ал 4-ші Ә сыныбына аз ғана ұпай қалды 4-ті Аны жеңуге, қуып жетуге. Ал 4-ші Б сыныбына аздап дайындалу керек деген сияқты өзің кәдімгідей өз сабағыңның өзің қожайыны боласың ғой мына жерде. Сонымен, құрметті қатысушылар, 7 тілді білсең, бар әлемді билейсің дегендей келесі кезең тіл өнер кезеңін бастайық. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл. Олай болса, тіл өнерде әртүрлі жұмбақтар, сұрақтар беріледі. Оған қатысушылар жауабын 3 тілге жазады: қазақ, орыс және ағылшын. Қазақ тіліне 10 ұпай, орыс тіліне 10 ұпай, ағылшын тіліне 10 ұпай. Яғни үшеуінде жазса 30 ұпай. Қазақша мен орысшаны жазса 20 ұпай. Ал бастаймыз. Сонымен, бірінші сұрақ. Гүл өссе жердің көркі, мынақта қыз өссе елдің көркі. Мынаны балалар жазу керек. Сен бірден жауабын шығарма. Манағы қағаз бар ғой, А4 қағаз, соған үлкен етіп фломастерлер беріп қоясың ба, соны жазады да, немесе манағындай ламинатталған ар жағы көрнекілік, бер жағы андай буклеттердің аты болады ғой. В общем, соларды бөліп алсаң болады. Сондайды беріп қойып, ар жағына бүйтіп жазып тұрса болады да, жазып кетіруге ыңғайлы. А4 ламинатталған, простой А4 ламинатталған бересің, бұлар жазады ғой. Қыз, анақ девочка, геол деп жазады. Сосын мына үшеуін жазған болса, үшеуі де көтереді ғой, көтергеннен кейін жауап шығарасың. Ұпайын санап тұру керек, ана жас мамандарың пысық болу керек қой, көмекші. Сосын жөрелерде. Екінші сұрақ, көз қорқақ, не батыр? Сосын жазады бұлар. Қол, рука. Ұпайларын бересің ғой. Мұрты бар, сақалы жоқ, жұмбақ. Тоны бар, шапан жоқ. Бұл не? Мысық. Так. Аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Бұл не? Бесеуі бар. Құрғақ жерде сақтайсың, менсіз тамақ татпайсың. Несіз тамақ тата алмаймыз балалар? Тоз. Өстіп 5 сұраққа жауап бергеннен кейін, ал енді олай болса, әділқазы алқасылар ұпайларын сұрайық деп, немесе қасындағы жас мамандар. Сонымен екінші кезеңді қорытындылайтын болсақ, манағы бірінші кезеңде 4-ші А 50 ұпай алды ғой. Содан кейін екінші кезеңде ол 40 ұпай алды. Сонымен қосып жібересің да, манағын кетіріп жіберіп 90 дейсің. Түсіндің ба? Содан кейін 4-ші Ә сыныбында солай қосып жібересің да, сөйтіп манағы қосып бірден қорытындылап жібересің ғой. Ал енді үшінші кезеңге де келіп жеттік. Бұл кезең ғажайып алаң деп аталады. Әрбір бұл кезеңде сұрақтар қазақ тіл, математика, дүниетану пәндерінен беріледі. Және де қай ұяшықты таңдаса, сол ұяшықтағы ұпайды алады. Мысалы, қазақ тілі 10-ды таңдаса, қазақ тілі 10 дегенді алады. Қазақ тілі 20 дегенді алса, қазақ тілі 20 дегенді алады. Қазір ұяшықтарды ашам, сонда түсінікті болады. Ендеше бастаймыз. Ал енді қара. Кезекпен жауап береді бұл кезде. Бірінші 4-ші А сыныбы, бірінші топ. Бұл қазақ тілі 10 таңдады. Тәуелдеулі зат есім тап. Кітапқа, кітап, кітабым. Тәуелдеулі зат есім менің кітабым. Бір рет басса, 2 рет бассаң жауап шығады. Мышкамен да. Кітабым. Дұрыс. Стрелканы басасың, қайтып келіп. Манағы слайдта мына 10 жоғалып кетеді. Мына соткадан запись жасап отырмын ғой, соткадан жоғалмай тұр мынау. Қазақ тілі 10 слайдта жоғалып кетеді. Ойбай қасқа қайқиды. Так, енді мысалы мынау. Ал 4-ші Ә кезеңіне кезек береміз. Ол дүниетану 20-ны таңдады. Ақ алтын, қара алтын деп нені атайды? Ақ алтын мақта, қара алтын көмір ғой. 2 рет бассаң жауап шығады. Дұрыс, дүниетану 20 кетті. Слайдта жоғалады. Үстін басасың, бірақ мышкамен үстін басу керексің. Математика 30 таңдайды. 30 ұпай беріледі, осыны шешсе. Ең үлкен 2 таңдалсанды 5-ке көйту керек. Ең үлкен 2 таңдалсан 99-ды 5-ке көйту керек қой. Осының жауабын айтады. 495 екен. Осыны стрелканы бастың, математика 30 кетті. Қазақ тілі 20. Бүгін қар қалың жауған ба? Леп сөндеуге айналдыр. Алақай, бүгін қалың қар жауды деп айтады ғой мысалда. Алақай, бүгін қалың қар жауды. Дұрыс айтыппын ғой. Так, өстіп бәрін кетіресің ғой. Мына жаңа кетті ғой, міне дүниетану 10 болып. Сол сияқты таңдағаның кетіп қалу керек. Слайдта кетіп тұр ол. Компьютерден да. Үшім деген, мына келесі кезеңге осылай қойып аласың. Сонымен, 3-ші кезеңді қорытындылап жіберейік деп, мана көмекшілерін тез-тез есептеп тұру керек қой. Әрқайсысын қосып тұру керек, немесе анаған жазып. Соны жазғаннан кейін 4-ші кезеңді қорытындылайтын болсақ, бірінші топ 4-ші А сыныбы бірдеңе ұпай, сосын анау 4-ші Ә сыныбы бірдеңе ұпай, 4-ші Б сыныбы бірдеңе ұпай. Алда келе жатқан 4-ші Б сыныбы. 4-ші кезеңді бастаймыз. Бұл кезең қиял әлемінде деп аталады. Ең жоғарғы ұпай 30. Яғни бұл кезеңде бар ғой, ақылдасады, сосын өзің білесің ғой, тақырыптар жазып қоясың, жеребе сияқты суырады, соны сөйлеу керек қой балалар.
қазір түсіндірейін саған. Мысалы, бірінші топта 4-ші А сыныбында 5 бала бар да. Сосын біреу келеді да, топ басшысы келеді да, мысалы, ана жеребені суырады. Ол жеребеде мынандай сұрақ тұрады: егер мен мектеп басшысы болсам деп, тобына барады да, 1-2 минуттай уақыт бересің. Сосын олар орында отырып ақылдасады да, бір адам дайындайды, оратор адам дайындайды. Сосын ол шығып, ал уақыт бітті дегенде ол шығып, мына жерде қорғау керек. Егер мен мектеп басшысы болсам, мектептердің әрбір кабинетіне интерактивті тақта не қылар едім, құрғызар едім деген сияқты, телевизор, ойын. Егер мен мектеп басшысы болсам, мен мектепке бассейн салғызар едім, бассейнге сондай жүзу үйірмелерін ұйымдастырар едім. Егер мен мектеп басшысы болсам, қоңырауда оқушыларға жаңағы дайын ойнайтын алаң ұйымдастырар едім. Мысалы, спорт залды бүйтер едім, кітапхананы сөйтер едім деген сияқты қылып, мектеп басшысы болып сөйлеу керек қой мына жерде. Екінші топ, егер ол күшті не қылса, оған 30 ұпай беріледі. Егер орташа сөйлесе 20 ұпай беріледі, әлі қазылар береді. Сосын шамалы болса 10 ұпай беріледі ғой. Егер менің ақшам көп болса дегенді біреу таңдаса, олар егер мен ақшам көп болса, кедей-кепшіктерге көмектесер едім, қаламды көркейтер едім деген сияқты қылып, неше түрлі қылып балалардың қиялынан туады ғой, соны айтады. Егер менің сиқырлы таяқшам болса, онда мен бүйтіп жіберер едім, сиқырлы таяқшам болса, мен бүйтіп жіберер едім, қияли әңгіме айту керек аздап та. Сосын бірақ күшті жауаптар талқыланады ғой. Осы 4-ші кезеңнен соң ең ұпайы аз болып тұр. Алдын ала ескертесің, 4-ші кезеңнен соң ұпайы аз, мынаған келіп тұрсың ғой. Сол кезде ұпайы аз адаммен қоштасамыз деп. 4-ші кезеңнен соң ұпайы аз командамен қоштасамыз деп қоштасасың. 5-ші кезең жорғада 2 топ қалды ғой. 2 топтан 5 адам отыр ғой. Бірінші топты шығарып жібересің. Мысалы, бір топты шығарып жібересің, қалған 5 адамға 1 минуттың ішінде жауап беру керек қой. Негізі топ басшысы қатысады маған, топ басшысы. Немесе барлығында қатыстырсаң болады, өзіңнің шығармашылығыңа, ойыңа қарай қарарсың да. А нұсқа бар, Б нұсқа бар. Сұрақтарын кәдімгі шығарып алсың. Қай нұсқаны таңдайсың? А, Б деп таңдайды ғой. А нұсқа бірінші топқа түссе, 4-ші А қалды ғой мысалы да. Сосын 4-ші кезеңнен соң тағы да қорытындылауды ұмытпа, ұпайларын айтып. Ал олай болса, бастаймыз дейсің да, 1 минут уақыт беріп, тез жауап беретін. Барлық қабырғалар тең фигура қалай айтылады? Шаршы, келесі. Заттың санын білдіретін сөздер. Сөз табы, сан есім. 1 килограмм мақта ауырма, 1 килограмм темір ауырма. Тез болу керек қой. Тең. Кімге күлсең келеді басыңа, досыңа деп тез жауап беру керек. Мына жерде жауаптардың бәрін жазып қойдым. Содан қарап, в общем, не қылуым керек. Сосын топ 5-ші кезең қорытындылайды. Сосын сонымен жаңағы нелерін бересің, грантларын алдын ала дайындап қоюың керек. Грантларын беріп, топтарды не істеп, бағалап, әділ қазыларға сөз беріп деген сияқты. Сонымен бітеді осылай.